Кітап атмосферасымен оны баяндаушы. Ақбоз үй атауы символды. Ақбоз таза, бейбіт өмірді білдіреді. Ал үйдің күйреуі халықтың қиын кездерін көрсетеді. Кітапта оқиғалар көбінесе баланың көзімен баяндалады. Бала бәрін толық түсінбесе де, көрінгенін жасырмай айтып береді. Сол арқылы біз ашаршылықтың қаншалықты ауыр болғанын терең сезінеміз. Бала кейде ауылдағы адамдардың қорқынышын, ата-анасының мазасыздығын көріп, бізге нақты бейнелер береді. Автор ауыл өмірін өте шынайы, жан тебірентерлік тілмен суреттейді. Оқырманның көз алдында мал бағатын қазақ ауылдарының ауыр хәлі келеді. Бұл бұрын осы кезеңді осылай шынайы көрсету шығармаларда кездеспеген. Негізгі кейіпкерлер. Романда бірнеше маңызды кейіпкерлер бар. Олардың әрқайсысы сол дәуірдің адамдары мен тағдырын бейнелейді. Пахраддин сабырлы, ақылды, адамдарға көмектесетін адам. Ол өз мүлкін бөліп, ашаршылыққа тап болғандарға көмектеседі. Мажанбай мансап пен байлықты жақсы көретін, қатал, кейде адамгершілікті сақтайтын бай. Ол өз балалары мен жалшыларына қатал қарайды. Сұржекей. Бұрын байдың алдында жалшы болған, қазір белсенді, мылтықпен қорқытады. Шәріп, Лаба-Қахун, Бұлыш, Балқия, Рысбек, Шеге, Ждақай әрқайсының өз мінезі мен өмірлік ұстанымы бар. Сонымен қатар кітапта ата-аналар мен балалар, ауыл тұрғындары мен белсенділер арасындағы қатынастар өте маңызды. Әр кейіпкердің әрекеті сол кездегі шынайы қиындықтарды көрсетеді. Оқиғалар. Роман 1930-33 жылдардағы ашаршылық пен ұжымдастыру кезеңіне өтеді. Сол жылдары қазақ шаруалары малынан, үйінен айырылды. Кейде қуғынға ұшырады. Ауылдар босап, халық басқа жерлерге қоныс аударуға мәжбүр болды. Белсенділер малды тартып алып, ауылды колхозға кіргізді. Оқиғалар бала көзқарасы арқылы баяндалады. Мысалы, бала көшіп бара жатқан адамдарды, жолда аштықтан қаза тапқандарды, балаларынан айырылған ата-аналарды көреді. Ата-аналар баласын аман қалдыру үшін бар күшін салады. Белсенділер мен билік өкілдері қысым көрсетіп, кейде адамдарды қорқытып айдап әкетеді. Сондай-ақ кейіпкерлердің әртүрлі мінездері арқылы жаңа тәртіптің қалай орнап жатқанын көреміз. Пахраддин сабырлы, ақылды, Мажанбай қатал, Сұржекей қорқынышты, ал Шәріп надан, бірақ адал болып суреттейді бізге. Автор әрқайсысының әрекеті арқылы сол дәуірдің шындығын көрсетеді. Автордың шығармашылық тәсілі туралы айта кететін болсам, Смағұл Елубаев адам психологиясын, олардың сезімін, қорқынышын шынайы бейнелейді.
ашаршылық пен жаңа тәртіптің адамдарға тигізген әсерін көрсетеді. Кейіпкерлердің қарама-қайшылықтарын, жақсы-жаман әрекеттерін салыстырады. Халықтың бір-біріне көмектесуін, малын бөлісуін, үйлерін паналауын суреттейді. Бұл тәсіл оқырманға тарихты жан-жақты түсінуге мүмкіндік береді. Біз тек фактіні емес, адамдардың рухани күйін сезінеміз. Негізгі идеясы мен мәселелері. Негізгі идеясы адам өмірін құндылығы мен әділетсіз саясаттың салдары, көтерілген мәселелері, ұжымдастырудың адамдар өміріне әсері, ашаршылық пен халықтың қиналуы, отбасының ыдырауы, адамның рухани төзімділігі мен өмірге күресі, ұлттық дәстүр мен тарихтың маңызы. Автор бұл мәселелерді асырып көрсетпейді, бірақ оқырманға шындықты жеткізеді. Менің бұл кітаптан алған әсерім, романды оқығанда халықтың ауыр тағдырын терең сездім. Бала көзқарасы арқылы аштықтың ауырлығы, ата-ананың баласына деген махаббаты әсерлі көрінді. Көркем шығармадан тек тарихи фактілер емес, адамдардың рухани төзімділігі мен өмірге деген үміті де көрінеді. Мен бұны достарыма неге ұсынар едім? Роман шындықты жасырмай көрсетеді. Қазақ тарихындағы ауыр кезеңді эмоция арқылы түсіндіреді. Оқуға жеңіл, кәдімгі тілмен жазылған. Рухани тәрбие береді. Өткенді ұмытпауға үйретеді. Тарихи сананы дамытады, адамгершілікке тәрбиелейді. Қорытындылай келе, Ақбоз үй қазақ әдебиетінде ерекше орын алатын роман. Ол тек тарихи дерек беріп қана қоймай, адам тағдырын, халық трагедиясын, рухани төзімділікті көрсетеді. Оқырман кітапты оқыған соң тарихқа басқа көзқараспен қарауды үйретеді.